Мен бүгін сіздерге өзімнің кешім туралы айтамын. Кеште не істеймін, түнде не істеймін, бәрін айтамын. Ал кеттік. Міне, мен осы жерге жуынамын. Менде қолыма бірінші жағатын, қолымды жуып алатын мыло керек. Ал мен мылоға андай нелерді қолданбаймын, кісәбім ондай. Бірақ бұл тұрады жай. Мен осындай мылоны қолданамын, крем мыло, банановый тоже. Осылай істеп алайын. Міне, банановый шеф. Мен осылайды қолданамын, оның иісі өте жақсы. Егер кәне қылына тамызып берейін. Иіскеп көрші енді. Иіс жақсы, иә? Енді мен осыны қолданайын деп шештім. Ең алдымен мен өзімнен егер бір үйлер келіп қалса, кешіріңіздер. Қазір мен қолымды жуамын. Қолымды бір жудым. Қолымды жудым. Енді оны маған үшін сумен сүрту керек, короче. И мен қазір где-то местар. Один только келем. Давайте. Мен қазір қолымды сүрттім сүргімен. Енді мендегі жаңа мыломен қолыма қанша шинелочка болғанда тамызамын. 2 штук. Вот. Осылай болады. Сары түсті. Иісі өте керемет. Қазір мен оны жуамын. Бетіңізге қойып отырасыздар жуғанымды. Мен жуып болдым, қолым өте су. Енді оны сүргімен сүртіп жатырмын. Менің сүргім жасыл, өз сүргімді қолданып жатырмын. Әркім өз сүргісін қолдансын. Қолым жұмсақ. Өте жақсы. Енді мен келесі кезек бетте. Я бетте. Мен бетімді қалай істейтінімді көрсетейін. Енді мен бетімді істемес үшін мен шашымды буып аламын. Короче, маған буып алу қажет. Енді бояқ шашымды. Қалды ма? Әрине мен бетімді осылай істеп болған соң бетімді өзім қолыммен жуамын, әрине. Мен ондай сабын неге істемейсің дегендерге айтарым, себебі иісі қатты шығып тұрады. Маған ондай ұнамайды. Сондықтан өз бетіме осылай істеймін. И жуып аламын, шайламын. Тек 3 рет. Сүрткен кезде де 3 рет болады, достар. Короче, сюда. Мақта бар ма, мақта? Мақта, короче. Міне мен сүртіп болдым. Бетімді енді келесі кезде менде өзімнің четкам. Оранжевый цветтік. И оны бір шайламын. Шайламын. Мендегі қолданатындарым осындай. И бальзам тіске арналған. Лесной бальзам. Короче, купить қойын. И мен олардың осысына қолданайын деп жатырмын. Короче, оны қолданамын. Давайте. Соғыл керек. Ой. Не, осындай. Мұны қосайын, қазір крышкасын жуып жатармыз. Да қоям.
Короче, қолымды бәрін жуып болдым. Ендігі кезек менде енді кезек менде крем. Короче, үйреніп қалдым. Солай істеуге бүйтіп. Менде осындай крем. Қолдың жырылмауына арналған. Міне қолымнандай, бірақ мен қорғайтын кремді жағамын. Қазір көрсетем қалай жағатынымды. Вот, бір істейсіздер, былай тұрады. И бүйтіп, барлық жерге бүйтіп бір қолдарыңызбен істеп жүресіздер. Ол мына жерге дейін істеймін. Вот, себебі қорғайды күннен. Өзі бір жағынан қолды жақсартады, короче, қалай айтады. Андай болмайды қолдарыңыз. Қалай айтады. Жарылып кетпейді. Жарылып. Вот. Сүртпейсіздер ешқандай да. Вот. Дәстәлмен сүртіп қолымды істеп болдым. Ешқандай жумайсыздар. Солай, короче. Сосын менде Мерекидің духи. Бұл духиді мен көбінесе жаттар кезде қолданамын. Давайте себеміз. Сеп қояйық, сосын көрсетеміз. Міне сасық. Сасық болғанда маған ұнамайды, бірақ бәсім жоқ. Нормал жату үшін істеймін. И шаштарына не қолданасың, шашын ұзын ғой деген сөздер болады арада. Мен шашқан любой шампунь қолдана берем. Мысалы мен қолданатын шампуньдарым көп. Мама жазып берген қолдана берем. Мынандай нежный шампунь маленькийларға. И мынандай чистая линия, детский шампуньдар, анжеде пантин, тұрғай қазір. Мұнда тағы чистая линия жатыр. Жерде бірақ. И қолына кремдер қандай жағасына бересіңдер. Мен жаңағы кремді және осы кремді қолыма қолданамын. Және де мұнда мендегі көптеген жаңа бірақ ашылған пасталар. Нақтылындай пасталар бар. Короче, сондай. Ал мен бетке масса істеймін. Бұлай. Сен бетіне істеп көрейін. Солай істейдім мен. Бәрі сулап істейсің. Сонда. И мынау маманікі. Сондай. И все. Қазір мен шашын шешемін. И оны тарақпен тараймын. Тарап болғасын көрсеңіз. Тамам не бұл қатыз. Мен тарап болдым. Енді шашымда қалай болады. Сіздерге үйретемін. Сіздер менен қазылап істеулеріңізге болады. Мұнда жарық. Осылар арқылы сіздер мені көріп тұрасыздар. Ең мен шашымда төбеге болады. Ал жатар кезде босатамын. Қазірше осылай. И жатар кезде мен бір пиала, не екі пиала шай ішіп аламын. Өздеріңіз білесіздер, барлығы ішеді. Кейбіреулер ішпейді. Сосын мен деген ең соңында туалетке отырып алам. Достар, мен отырған жоқпын, бірақ дыбысын естіру үшін ғана. Не шашымды осылай істедім. Короче, достар, мен шашымның ұзындығы, бірақ көп қарауға болмайды. Айтып қояйын. Все. Енді менде тағы мен
киімдеріңді немен жуасың, қандай фирма қолданасың, қандай фирмаларды көбінесе қолданасың деген адамдарға мен айтарым. 800 грамдық әлі ашылмаған. Ойбай көзім. Осындай ушастинян дегенді көп қолданамын, порошок. И сосын менде ерсак. Ерсатын осындай жуатын қолданамын. И все. Екеуін ғана қолданамын. И болды. Солай жеткілікті. Достар, мен шампундарым қандай қолданатынын бәрін көрдіңіздер, таныстыңыздар. Енді олардың бәрін алдына қойып қояйын. Қайсысын сіздер қолданып көргенсіздер, комментарий жазыңыздар. Осточен біреуін қайсысын қолданып көргенсіздер айтасыңдар, короче, соны білем. И вот менде колгон деген де порошок бар. Оны мен көп қолдана бермеймін. И вот осымен мен видеоны айтадым. Достар, менің видеоны ұнаса, лайк басып, комментарий жазыңыздар. Мен қазір шай ішуінде жатырмын. И менімен қоштасқыларыңыз келмей тұрған шығар. Бірақ пока.